Армысыздар. Алау телеарнасында көкейте сұхбат хабарының кезекті саны. Атом электр станциялары әлемдегі электр энергиясының маңызды көздерінің бірі. АЭС арқылы көптеген елдер экономикалық және әлеуметтік дамуда негізгі мәселелерін шешіп жатыр. Электр энергиясына деген тапшылықты жойып, көрші елдерге деген тәуелділіктен арылып жатыр десе болады. Атом энергетикасы Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін белсенді түрде дамый бастады. 1950 жылдары алғашқы коммерциялық атом электр станциялары іске қосылды және содан бері олар әлемдік энергетика саласының ажырамас бөлігіне айналды. Дүние жүзіндегі бірінші атом электр станциясы Обнинск АЭС немесе біріккен атом электр станциясы деп аталады. Өздеріңіз түсінгендей, бүгінгі біздің тақырыбымызда осы төңіректе болмақшы. Ал студия қонағын өздеріңізге таныстыратын болсам, бүгін біздің студияда саясаттанушы Төлеу Панияз. Қош келіпсіз. Төлеу, алғашқы сауалым өзіңізге. Жалпы осы алдағы күнде референдум өткізіліп жатыр, соның маңызы мен мәнісі неде екендігін көрермендерімізге түсіндіре кетсеңіз. 6 қазанда енді осы атом электр станциясын салу жөнінде жалпы халықтық дауыс беру референдум өткізілбекші. Оны президент үкіметке тапсырма берді, уақыты белгіленді. Енді жалпы референдум біз демократиялық мемлекет ретінде қоғамдағы аса маңызды мәселелер бойынша референдум өткізе бастадық. Өткен жылы ғана біз конституциялық реформаларға енгізген өзгерістерге байланысты жалпы халықтық референдум өткіздік. Ел халқы өз дауысын берді, жақтайтындығын. Жалпы референдумдар демократиялық мемлекеттің тарихында демократиялық дәстүрлерді айғақтайды. Референдум ол мына халық билігінің жүзеге асырылып жатқандығының көріндісі. Референдум ол белгілі бір дәрежеде халықтың үніне құлақ асатын мемлекет екендігін көрсетіп отыр. Енді референдум өткізу мәселесінің тарихы енді бізде демократиялық үрдістердің басталуымен келе жатыр. 19 жылы президент сайлауынан кейін президент Тоқаев Қазақстанда атом электр станциясын салу жөнінде және жол жөнінде жалпы халықтың пікірі маңызды екендігін айтқан болатын. Енді содан бері міне 4-5 жылдың жүзі болды. Осы референдум мәселесі міне бүгін қозғалып, уақыты белгіленіп отыр. Жалпы референдум ол тарихы Швейцариядан басталды. 15 ғасырдағы референдум өткізудің Европада озық демократиялық елдерде жалпы ұлттық референдум өткізіліп тұрады. Сонымен қатар өңірлік және жергілікті жердегі референдумдар үнемі өткізіліп тұрады. Енді біздің ертеңгі күні 6 қазанда талқыға салайын деп жатқанымыз сайлау, біз жалпы халықтық дауыс беру болып, жалпы ұлттық референдум болып табылады. Референдумдар өзі саяси жағынан ол міндетті референдумдар және факультативті референдумдар деп бөлініп келеді. Жалпы референдумдар ол мемлекеттің қоғамның аса маңызды осындай өткізу мәселелері жөнінде жүргізіледі. Ал факультативті референдумдар көбінде өңірлерде, мысалы Европада, Америкада демократиялық тәжірибесі бар, демократиялық дәстүрлер қалыптасқан мемлекеттерде ол міндетті емес факультативті референдумдар. Ол халықтың пікірлері маңызды болғанмен оны жүзеге асыру, ол асырмауы немесе сол жергілікті жердің билігінің құзыретінде қалады. Сондықтан біздің өткізейін деп отырғанымыз енді жаңа өзіңіз айтқандай атом электр станциясын салу мәселесі ғой. Енді бұл ретте қаншама жалпы халықтық тыңдаулар жүріп жатыр. Бұл мәселеде халықаралық сарапшылар болсын, елдегі әлеуметтанушылар болсын, қоғамтанушылар, экологтар, басқа да ұйымдар, қозғалыстар
өзінің енді пікірін білдіріп жатыр. Бұл ретте енді өткір мәселе не күн тәртібінде тұрған? Ең өткір мәселе бізде энергия тапшылығы. Иә, бүгіндегі біздің елімізде энергия тапшылығы болып отыр. Біз енді мемлекеттегі энергия өндіретін көздердің 70% көмір отынына тәуелді. Сол енді 70% көмір отынына тәуелді сол энергия станцияларының қазір сол 70%-на жуығының жабдықтары тозған, соны қайтадан жаңартып, жаңа технологияны жабдықтауға қаншама шығындар жұмсау қажет болады. Сондықтан бізде баламалы көз ретінде сонымен қатар жел және күн энергиясын, басқа да биологиялық отын өндіру энергиясы қолға алынғанмен, ол біздегі жаңа сұранысты толық қанағаттандыра алмайды, және оның мүмкін еместігін айтып жатыр сарапшылар. Ол табиғаттың климаттық жағдайларына байланысты жел, жаңа су, сосын күн энергиялары, да соғымай күн энергиясындағы мынау станциялардың ол көп уақытқа жетпей тағы да ауыстыруға қажет болатындығы алға тартылып жатыр. Енді атом электр станциясын салудың жаңа экономикалық, саяси, сосын экологиялық, басқа да әлеуметтік себептері айтылып жатыр. Дегенмен ең бірінші мәселе мынау жалпы энергия тапшылығын болдырмау. Халықтың ең үлкен мемлекеттің алға қойып отырған мәселесі. Біз Біріккен ұлттардың тұрақты жаңа даму жөніндегі жалпы индекстері бойынша біз Қазақстан дамушы, аса әлеуеті зор, болашақта қуатты мемлекеттердің қатарынан көріп отыр. Сондықтан адам ресурстарымызда, табиғи ресурстарымызда оған мүмкіндік береді. Сондықтан ең бірінші басты мәселе халықтың әл-ауқатын арттыру, энергия тапшылығын болдырмау, өндірісте энергия тапшылығымен қамтамасыз ету. Ол егер тапшылық сезілген жағдайда біз әсіресе халық тығыз орналасқан бізде оңтүстік өңірлер, қалалар үнемі жаңағы энергияны сөндіруге мәжбүр болады. Сағаттап өндіріс тоқтап қалады деген сияқты. Оның бәрі де халықтың айналып келгенде әл-ауқатына, тұрмыс тіршілігіне тікелей әсер ететін. Ең негізгі айтылып отқан мақсат сол екендігін халыққа дұрыс жеткізу деп ресми билік айтып отыр. Дегенмен оның енді жаңағы басқа да кері жақтары бар. Енді оны ары сөз ететін болсақ, әлемде бүгін 450-дей атом электр станциясы бар екен. Мысалы, Францияда энергияның 70%-нан астам атом электр станциялар өндіреді. Европаның көп мемлекеттеріне 50-40%-на жоқ атом электр станцияларының үлесінде энергия көздері. Енді бізде жаңағы бұған қажетті шикізат бар. Уран бар. Әлемде уран қоры жағынан 2-ші орындамыз, өндіру жағынан 1-ші орындамыз ғой. Енді оның уран отыны бізде Шығыс Қазақстанда өндіріледі, Үлбі станциясында үлкен. Оны біз экспортқа шығарып отырмыз. Сол дайын отын бар бізде, қажетті. Енді мамандар қалай болады деген мәселе. Иә, ең басты сол мамандарға келтірілетін секілді бұл жағынан. Енді Қазатомпромның өзінде бізде Қазатомпромда 25-30 мыңға жуық қызметкер жұмыс істейді екен. Ал орта есеппен бір атом электр станциясына 2000-нан астам маман қажет екен. Ондай мамандар бізде дайындап үлгереміз деп айтып жатыр. Дегенмен шетелдік, әлемдік тәжірибені зерттеуіміз керек. Екінші үлкен мәселе қауіпсіздік мәселесі, экология мәселесі. Әсіресе
біз экологиялық жағынан бүгін экологиялық апат алдында тұрған Балқаш көлінің жағасында атом электр станциясын салу мәселесі сол жұртшылықты көп мазалап отыр деп айтуға болады. Экологтарды да, біздегі экологиялық ұйымдарды да, халықаралық сарапшылар тарапынан болсын сондай көзқарас бар. Енді Балқаш көлі үлкен су айдыны, оңтүстік өңірдегі қандай бір апатты жағдайда үлкен қауіп төнетіндігі сол мазалап отыр. Оған баламалы энергия көздерін ұсынады. Ол бірақ біздің қажетіміз толық қанағаттандыра алмай отыр. Сондықтан үшінші мәселе енді қауіпсіз. Сондықтан да қауіпсіз атом электр станциясын салу қалай саламыз, сол мәселе үлкен мән беру керек, әлемдік тәжірибені зерттеу керек, қаншама мұның керісінше жағы да бар ғой енді. Мысалы, Германия соңғы осы бірнеше жылдың алдында соңғы өзінің атом электр станциясын жапты. Атом электр станциясы жоқ. Көптеген басқа да елдер, мысалы, атом станцияларын біреулер жауып жатса, біреулер қайтадан мүмкіндігінше атом электр станциясын салып жатыр. Мысалы, Түркияны айтайық, Аккуядағы үлкен алып Росатом Ресейдің көмегімен салып жатыр. Дегенмен бір елдер, мысалы, атом станцияларын жауып жатса, біреулер салып жатыр. Біз енді халықаралық әлемдік экологиялық түрлі ұйымдар мен бірлестіктердің мүшесіміз. Біз анау 21-ші ғасырдың түрлі жаңа 1000 жылдық саммиттерінің міндеттемелерінде де біз 50 жылға дейін, 60 жылға дейін мынау көмір қышқыл газын ауаға таратпау, соны шектеуді барынша 70%-ға дейін қысқарту. Мынау Европадағы мынау дамушы елдер, әлемдегі дамушы елдердің стандарттарына сәйкес соған міндетті алып отырмыз. Сондықтан да біз егер көмір энергиясы бойынша тұтынуды біз көбейтетін болсақ, біз ол міндеттемемізді орындай алмаймыз. Және біз экологияға үлкен, яғни нұқсан келеді, залалын тигізеді. Ал енді атом электр станцияларының бір ерекшелігі экологиялық жағынан жаңағы газ, көмір қышқыл газын шығару жағы деңгейі өте төмен. Онда мысалы көмір электр станцияларынан жылына 100-ге 1000 тонна қалдық шығатын болса, 60 жыл пайдаланған мысалы атом электр станцияларынан 7000-8000 тонна ғана қалдық шығатындығын айтып отыр, бірақ ол қалдықтарды сақтау мәселесі бар. Иә, бұл да үлкен мәселені күрделі болып тұр ғой. Күрделі болып тұр, сақтау мәселесі. Сақтаудың қазір технологиялары бар. Қазір әлемде технология дамып жатыр, ядролық технологиялар дамып жатыр. Сақтау мәселесі тағы алдан шығады. Оның технологиялары бар, енді әлемде жасалып жатыр. Әлем сол атом электр станцияларын бас тартып жатқан мемлекеттер енді жаңағы Чернобыльді алға тартады, апаттарды, Жапониядағы өткен 10 жылдықтардағы апаттарды айтады, басқа да. Бірақ сол бізде Маңғыстауда мынау теңіздің суын тұшыландыру жөнінде атом реактор жұмыс істеді ғой. Кейін 98 жылдары ма жабылып қалды. Енді оны әлі толық оны жауып тоқтату үшін атом реакторын ондаған жылдар қажет екен. Оған яғни миллиардтаған шығын бюджеттен жұмсалып отыр. Жыл сайын соны деңгеймен жаңағы пайдаланудан ажырату мәселесі жүргізіліп жатыр. Сондықтан экологиялық ұйымдар мен экологтар, басқа да мамандардың жаңағы ертең оны жаңағы эксплуатациядан шығарудың өзінің қаншама қаржы қажет ететіндігін, апат жағдайда қаншама залал келетіндігін дабыл қағып жатыр. Дегенмен енді екі тарап бұл мәселеден нүктесін 6 қазанда қояды. Біз енді Қазақстан
қазір 4 компания таңдап отыр ғой. Француз, Қытай, салатты, Корея, сосын Ресейдің Росатомын. Бұл ретте енді саяси ықпал деген мәселе бар, саяси қауіпсіздік мәселесі бар. Саяси жаңағы қалай ықпал етеді, көрші мемлекеттерге соған сеніп тапсырсақ, немесе француз, корей компанияларына беру керек. Бізбен геосаяси тұрғыдан шекараласпайтын деген пікірлер айтылып жатыр. Бәрі де орынды. Осының бәрін енді 6 қазанда біз халық талқысына саламыз. Енді бірақ қай компанияға беретіндік, одан кейін енді оны үкімет өзі шешеді ғой. Оны тағы да мамандар бар. Жалпы атом электр станцияларын салатын жағдайда біз энергия тапшылығы бізде. Біз бір атом емес, бірнеше атом электр станциясын салуды болашақта Қазақстан жоспарлап отыр. Энергия мәселесін ғана тапшылығын шешпей, оны экспорттау мәселесін көрші Орта Азия республикаларына тағы да энергия экспорттау, энергия сату мәселесінен сатуға да болады деген сияқты. Жаңағы экономикалық тиімділігін көру. Енді бізде электр энергиясы өзі жыл сайын қымбаттап келе жатыр ғой, жыл сайын қымбаттайды. Ал атом электр станциясы бұл мәселені құтқарып қала ма, жаңа бұл жағдайдан қымбаттау электр энергиясы. Енді ол салынып болған жағдайда біз 10 жылда салып біттіміз деп жоспарлап отыр ғой, 10 жыл. Салған жағдайда бұл болмағанда мына тарифтердің тұрақтандыруға, жүйелендіруге оң ықпалын етуі тиіс. Ал атом станциялары ол экологиялық жағынан да кішкене барынша тиімді болып қарастырылып отыр. Таза сақтауға дейсіз ғой атмосфераны. Түсінікті. Құрмет көрермен, тағы да естеріңізге саламын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз АЭС тақырыбы жайында болып отыр. Ал студия қонағы саясаттанушы Төлеу Панияз. Жалпы Төлеу, тағы да өзіңізге сол, жалпы осы АЭС Қазақстан энергетикасының тәуелсіздігін кепілді етеді деуге келе ме? Яғни біз басқа елдерден тәуелді болмаймыз. Осындай, яғни энергия көздерін алу үшін. Біз энергия тапшылығының менің білуімше бір 20%-ын Ресейден алып отырмыз бүгіндері. Ол енді яғни энергетикалық тәуелсіздікті қамтамасыз етуге септігін тигізуі тиіс. Ал дегенмен біз енді жаңа баламалы энергия көздерін барынша пайдаланудың саясатын ұстанып келе жатыр ғой. Барынша климаттық жағдайларға байланысты кейде ол мүмкіндік бермеген жағдайда баламалы басқа да көздерді пайдалануға. Енді нақты кепілдік береді деп ешкім айта алмайды. Дегенмен қауіп жаңағы қазір 3-ші буын реакторларын станциясын салу, 3-ші жаңа плюс мәселесін айтып жатыр кеше ғана. Атом электр станциялары бір жағынан елдің күш қуатын, энергетикалық тәуелсіздігін, бейбіт атомды пайдалану, бұған енді мамандар даярлау, елдің күш қуатының әл-ауқатын да көрсететін сияқты. Мысалы, мамандар бізде Шығыс Қазақстан университетінде, Алматы, Астанада, Еуразия университетінде ядролық физика, ядролық инженерия деген ядролық құрылыс салу станцияларды орнату деген мамандар бар енді білуімше. Сол мамандар жылына соған бір 250-300 гранттар бөлініп жатыр мамандар. Енді ол жалғасын тауып келе жатыр. Ол мамандар біздің мынау Курчатов ядролық ұлттық орталығында, Алматы ядролық физика институтында, сосын Астанадағы ядролық орталықта жаңа тәжірибеден өтеді екен, сонда жұмысқа орналасады екен. Мамандар дайындау жағы да жақсы қолға алынуға тиіс. Дегенмен мынау атом электр станцияларының
болған зардаптар жұртшылықты көп мазалап отыр ғой енді. Иә, шынымен де. Негізгі мәселе қауіпсіз. Біз енді мүмкіндігінше уран бар, оны бізде жаңа реакторлар, бейбіт реакторлар жұмыс істеп тұр, оның тәжірибесі бар. Әлемде қазір 50-60-қа жуық атом станциялары салынып жатыр. Басқа елдерде бұл мәселені жаңа көмір қышқыл газын ауаға таратпау, экологиялық апаттардың болуын алмау үшін. Ал енді бұл атом станциясында үлкен апат болса, өте үлкен апаттық жағдайға келеді. Зардабы да үлкен болады дейсіз. Қауіпсіз салу мәселесі алдан шығып тұр. Сол референдум осылай қоғамдағы маңызды, өте бір күрделі осы сұрақтары жөнінде референдум өткізу біздегі, яғни демократиялық дәстүрлердің ары қарай үрдісін тауып жалғасын табатындығын көрсетсе керек. Бұлай жалғасын тауып осындай референдумдар өтіп тұрса оған. Енді кеше социологтар айтып жатыр ғой, бір 60-қа 12 миллионнан астам, 12 миллион 200 мыңға жуық сайлаушының бір 60% қатысып, референдум салуға 60%, 58%-на жоқ халық иә деген жауабын айтты деп алдын ала болжамдар да жасалып жатыр. Оған керісінше де болжамдар бар. Енді бұл жалпы ең үлкен мәселе энергия тапшылығы. Ол дегеніміз ол халықтың әл-ауқатына әсер етеді. Халықтың әл-ауқатын, тұрмыс тіршілігін түзетуде біз қуатты дамушы, алдағы бір әлеуеті жоғары мемлекет ретінде бізге әрине атом электр станциялары керек. Таңдаулар болып жатыр. Қарсылары да бар, қарсы топтар, экологиялық топтар, жеке азаматтық белсенділер қарсылық білдіріп жатыр. Дегенмен халық өзінің жауабын 6 қазанда айтуы тиіс. Түсінікті. Ал енді сіз жаңа жоғарыда бір айтып кеттіңіз, оларға маманды даярлауды қажет деп. Сондықтан бұл жерде тәжірибелі мамандардан да сондай бір тәжірибе жинақтау қажет шығар. Әрине біз бір жаңағыдай Курчатов айтқандай, Курчатов университетіне әкеліп, оларға бірден сол орынға орналастыруда әрине қауіптілік бар сияқты. Сондықтан тәжірибелі мамандарды шетелдерден әкелген дұрыс болатын шығар деген ой келіп отырады. Шынымен де бұл дұрыс, бәрі дегенмен де өз мамандарымызды басынан бастап даярлау керекпіз бе? Енді маман даярлау мәселесі бізде мысалы дұрыс жолға қойылса, әрине біз мысалы Байқоңыр ғарыш айлағын әлі өз мамандарымызды толық қамтамасыз етіп даярлай алмай отырмыз. Расын айтқан кезде, енді бұл мәселеде енді нақты бір жүйелі мамандар дайындайтын болса, бізде адам интеллектуалдық бізде әлеуетте, бізде жаңа жастардың болсын әлеуеті, ғылыми потенциал, әлемдік тәжірибені зерттей келе, басқа шетелдік технологияларды игеруде, шетелдік мамандардың көмегіне жүгінуге де мүмкіндік бар сияқты. Сондықтан барлығына алдағы уақытта көре жатармыз. Түсінікті. Төлеу Паниязұлы, біріншіден біздің студиямызға келіп осындай уақытыңызды бөліп келген үшін көп рахметімді айтамын. Әрине маңызды мәнді әңгімеңіз үшін де көп рахмет. Алдағы жұмыстарыңызда тек табыстар тілеймін. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің студия қонағы болған саясаттанушы Төлеу Панияз болды. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.